Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 76-шы сабақ. Кері есептер. Тапсырмаларды орындайық. Алдымен бірінші тапсырмаға қарап, тапсырмаларды оқып шығайық. Шабадандар мен қапшықтарды сана дейді. Шабаданға қарағанда жол қапшықтардың нешеуі артық. Жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем дейді. Есеп құрастырып, оны шығарамыз. Алдымен есепті былай жазып аламыз. Жол қапшық 8 дана, шабадан 5 дана. Неше дана артық екен? 8-ден 5-ті азайтамыз. Сонда жауабы 3 болады екен. Жол қапшық шабаданнан 3 дана артық екен. Келесі, есіңде сақта дейді. Бір санның екінші саннан нешеуі артық немесе кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтуымыз керек екен. Балалар, бізде келесі номері 2-ші есеп. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және шығар дейді. Бірінші А нұсқасындағы тапсырманы оқиық. 7 жол қапшықпен 5 шабадан тұр. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Яғни 7-ден 5-ті азайтамыз, 2-ге тең болады екен. Яғни жол қапшықтың 2-і артық деген сөз екен. Келесі Ә нұсқасы. 7 жол қапшықпен одан 2-і кем шабадан тұр. Неше шабадан тұр? 7-ден 2-ні азайтамыз, тең 5. Яғни 5 шабадан тұр екен. Келесі Б нұсқасын оқиық. 5 шабадан мен одан 2-і артық жол қапшық тұр. Неше жол қапшық тұр? 5-ке 2-ні қоссақ, тең болады 7. Яғни барлығы 7 жол қапшық тұр екен. Енді балалар, астында біз осыларға кері есеп құрастырамыз. Яғни астындағы бірінші бағанға қараймыз. Ол жерде яғни кем деген жазу бар. Яғни бұл Ә нұсқасындағы есепке сәйкес келеді екен. Екінші артық деп тұр. Бұл бізде А нұсқасындағы есеппен сәйкес келеді екен. Соңғысы Б нұсқасындағы есеппен сәйкес келіп тұр. Осылай жазып аламыз. Балалар, келесі бізде номері 3-ші есеп. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте дейді және салыстыр дейді. Яғни бірінші отбасыда бізде 4 адам бар екен. Енді біз жазып шығамыз. 3 килограмм қосу 2, қосу 5, қосу 10, қосу 10 деп жазып шығамыз. Енді келесі жақта бізде бір отбасында 3 мүше бар екен. Енді жазамыз 5 килограмм қосу 5, қосу 20, қосу 20, қосу 10 болады екен. Енді екі жақтың барлығын қосып салыстыратын боламыз. Бірінші жақты есептейік. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 10 20, оған 10-ды қоссақ 30 болады екен. Енді келесі жақты қосып салыстырайық. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 20-ны қоссақ 30, 30-ға 20-ны қоссақ 50, 50-ге 10-ды қоссақ 60. Яғни оң жақтағы жүк бізде көп болады екен. Солай стрелканы қоятын боламыз. Балалар, келесі бізде номері 4-ші есеп. Есепте және тексер дейді. 70-тен азайтамыз 30-ды, тең 40-қа. 90-нан азайтамыз 20-ны, тең болады 70. 10-ға қосамыз 80-ді, тең болады 90. 70-тен 70-ті азайтсақ, 0-ге тең болады екен. 90-нан 30-ды азайтсақ, 60-қа тең. 70-ке 20-ны қоссақ, 90 болады екен.
60 қосу 10 тең болады 70. 80 азайту 80 тең 0. 80-нен 20-ны азайтсақ 60-ға тең болады екен. 80-ге қосамыз 20-ны тең 100. 50-ге қосамыз 50-ді тең болады 100. 40-қа қосамыз 40-ды тең болады 80. Осылай жазып аламыз дәптерге. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алда келесі сабақтар шығып отыратын болады. Сау болыңдар. Балалар, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпайық.